Bismillah, көріп жіберейін. Мына жағы оқ тиіп қалған сияқты. Дәмі болды екен, көріп жіберейін. Қазір бүйтіп аласыздар да ошаңкеге батырып бүйтіп дұрыстап тұр. Жұмсақ қой мынау. Мынаған не керек енді? Ыссы шай керек, да? Ыссы шаймен мынау дейтін. Былай батырасыздар да. Шай қайсыз? Болды. Бес деген маған қоямын, бес. Қараңыздар. Ана точка болып шығады. Жасап көріңіздер сіздерде. Баршаңызға сәлем. Бүгін құймақтың ең оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең басты осындай міне бос баклажка және де осындай воронка қажет. Міне осыған барлық ингредиенттерімізді салатын боламыз бірінен кейін бірін. Ең алдымен осылай 2 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оның үстіне қантымызды салатын боламыз. Менде 2 жұмыртқаның үстіне 3 ас қасық қант салып жатырмын. Тәтті болғанын жақсы көреміз. 2-3 ас қасық қылып сала берсеңіздер болады. Оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне ұнымызды саламыз. Сіздер жасаған кезде бір ғана осындай 200 граммдық осындай кружкамен жасасаңыздар болады. Мен видеоға түсіретін болған соң барлығына жеке-жеке салып алдым. Бірақ та сіздер былай видеоға қарап жасайтын болсаңыздар, көп ыдыс бүлдірмейсіздер. Ең оңай тәсілі венчикпен соғып тұрудың да қажеті жоқ. Міне осылай үстіне салып аламыз. Міне осылай ұнымыздың барлығын салып алдық. Енді қақпағын жауып, жақсылап осыны араластырып аламыз. Енді міне ашып, кипятогымыз құямыз оның үстіне. Енді оның үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Осымен міне толық барлық ингредиенттері салынды. Енді осыны да жақсылап шайқайсыздар. Сосын дайын пісіре бересіздер. Міне толық араласты. Ішіндегі ұндары, қамақтары кеткенше осылай жақсылап шайқайсыздар да. Енді қазір осыны пісіретін боламыз. Енді міне қызып тұрған табамызға аздап сұйық май жақтым. Үстіне осылай баклажкамен құя бересіздер.